Сізге сәлем достар, сіздермен мен бүгін Clasher.kz арнасы. Бүгін бір күн ішінде 2 видео салып тұрмын, жаңа баг, сосын сұрақ жауап. Үшінші видео шығайын деп жатыр. Так, достар, баланс әбден шаршатты адамды бар ғой. Сіздермен қазақ армия, бұрынғыдай. Мен қашан кеттім осы кланнан, рыцарьден квм, онда әлі жап-жасыл көріп тұрғандарыңызды көрдіңіздер ма? Не деген күш мынау мықты клан кәдімгідей. Осы кланда қалың көтетті десе. Так, енді 2-3 квдай қалды, 9-шы уровень клан болуына тілектеспін. Ал біз керемет бір атакалар келек. Көріп тұрғандарыңыздай, міне Кука ТХ9, фу, желін көрек. Баланс деген әбден шашатты. Фул, жалпы. Так, еще оны ТХ10 50%-ке алып тұр, көріп тұрғандарыңыздай. ТХ10 фул, қараңыздар. Еще қазір мен кәдімгі героическая атакады көрсетем қазір. Бұл кланнан бар ғой, қазақ армиядан кәдімгі шықпайтын нәрсе шығатта, бір түрлі магия ма, бір енді күш қонның барлығы. Міне 116 осы клан, еще нағандай кландікі білмейм. Так, Даник деген жігіт 2-ге атака жасаған ғой, жалпы атакасын көрейік. ТХ10 фулды алып кетті, көріп тұрғандарыңыздай, қараңыздар. Бұл жерде не ғой? ТХ9 болып тұр өзі, бірақ ТХ10 фулды қараңыздар. Инферносы 3, арбалеттер кәдім 4. Бұл сонда доказать етіп тұр да, ТХ9, даже не фул ғой, қарап тұрғаныздар, геройларының өзі 30 емес. Енді бұл түсінбедім, қараңыздар, еще қабандармен кетті, қорықпай. Мына жерден фриз лақтырды, одан 2 инферноны құртты, бітті, опаны алып кете қойды. ТХ10 фул емес, ТХ10 жалпы хотя бы бастаттар инферно қорқыныштысы. Енді еще дефтерде көп, еще тірі королева қарап тұру, кәдімгідей кереметті атакалар. Ё-майо, Қазақстанда да мұндай ташерлерді көп екен. Өзім қатты қуаныштымын. Еще король өзі серуендеп жүр еще. Мәз көріп тұрғандарында Даниктен жүреді, кәдімгі героическая атака жасатты. Қараңыздар, настройкасынан да қарайық. Героическое военные события. Бұл жерде мен статистика войны. Даник міне героическая атака, красавчик, база жоқ. Кука не ғой, 2 ғой. Міне Кука 2-ші тұр, ода ТХ9, ТХ10-ды құртады. Көріп тұрғандарында қараңыздар. Шармен өте керемет. Қараңыздар, королева мына жерде 4 деф қой, жалпы 4 дефтің бүкілінде құртады королева, қараңыздар. Бұл жерден Крепс кланы дракон 5-ші уровень шықты, оны өлтірді, королеванды өлтірді, вражеский. Одан кейін мына дефтерді сындырды, керемет, сосын нені өлтірді, ПВОны. Еще әлі тірі. Ё-ма, еще бірде-бір заклинание кеткен жоқ, көріп тұрғандар, мына жерден тазартып атыр. Содан кейін бұлай кетті. Бірде-бір заклинание кеткен жоқ қой, кетеді бірақ жалпы. 2-ші ПВО кетті, қараңыздар, королева әлі жүр, недовольный еще өлтірем деп тұр әрі. Мына жаққа кетеді, 3-ші дефті сындырады, қараңыздар, 3-ші ПВОны. Қарап отырамыз, шақтан сындырды, казарман сындырды, өлтірді, уже красавчик. Міне ПВОны да сындырды, керемет. Енді шарлардың кезегі, бұнда қаншаны лақтырды. Одан қанша опаны сындырады қазір ПВОны. Одан кейін мына жерден инферноны құрты ғой, 1-ші уровень инферноны өзі бәле ғой бұлы. Міне не сындырды, фриз лақтырды. Жаман ТХ9-да фриз 5 секунд сындырды, оның өзі қиындық қой жамандай. Бірақ соған қарамастан, енді балансқа да қарамастан, қазақ армия енді цель ғой, енді хотя бы сындыр ғой ТХ10-дарды. Сындырып тұр, өте керемет. Мына жерде сурет не өп кетті, ортаға белгі салып кетті даже. Керемет, в общем, сөз жоқ. Еще 2-ақ жерде мұна жабылмаған, ал қалғандар жабылған, көріп тұрғандарыңызды қараңыздар. Керемет, не деген өнер енді. Мына жерде қарап отқан, сосын қараңыздар, Растанери деген 13-ші региондағы жігіттен шашдары Чингабайды. Сол, 2-ші аккаунты мұна жақта 17-ші тұр, ТХ9 ғой тоже. Қараңыздар, 17-ші тұрып, 4-ші
тұрғанда оп-оңай сындырып кетті. Өте керемет, база жоқ кәдімгі атакаларда. Бұларға қарап үлгі алу керек қой жалпы. Иә, керемет. Жақында 9 уровень болады, одан кейін 10 уровень болуына тілектеспін. Одан кейін Қазақстан история бойынша тарихта қалады ғой көшіп бірінші 10 уровеньге жеткен Қазақстан бойынша деп. Енді сіздерге қазір героический атакаларды көрсетіп қойдайын да. Мына жерде Баха деген жігітте красавчик, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 7 мен 6 жұлдыз алып кетті. Красавчик, сөзім жоқ. 12 жасан Кемон атакасын көрсетейік. Бұл жерде Хоктар, тоже солар ғой. Қазір Крепскланын шығара алмай жатыр. Бірақ шығармайды кетіп қалды өйдім я. Шығарған жоқ. Голем ләқ көттен жаққа. Одан кейін кетті. Тазартты ортаңғы дефтерді. Одан кейін қабандардың кезегі. Қабандар опаны өтіп бара жатыр. Керемет жалпы. Өзім жоқ. Бұдай атакалар шедевр болады. Оларға қарап көз тоймайды еще. Жалпы керемет. Ортаңызды опаны үшті. Сосын тағы бір атаканы көрсетіп жіберейін. Героический атаканы көрсетіп жіберейін демен сіздерге. Ассасин атакасын көрсетейін ба, Бахама. Екеуінде атакасын көрсетіп жіберейін. Қазір. Немесе ассасинді көрсетіп жіберейін. Баха. Енді алып кетті. Опаны түрінен көріп тұрған ташыр екен. Ол жерде ассасин атакасын көрсетеміз. Ассасин опаны мына жақтан кірді. Одан кейін големдер оқып қалды. Оның үстіне қабандар кетті мына жақтан. Ратуша да сындырылды. Қабандар әлі тірі. Королева мына жақтан әлі тірі болып жүр. Соңғы деф қалды. Соңғы дефтің де көзін жойды. Өте керемет тактика. Достар, сосын мен бүгін неге асып түсіріп жатырмын. Бүгін 7 қаңтар. Сондықтан бүгін нені алады ғой? Бір ускоренияға гемға. Сондықтан ускорить етіп алыңыздар. Сағат қазір 5, 2 сағаттың басқа 7-6 қарай. Даже қазір мен видео салғанда да. Сосын бүгін менде гоблин не болды. Содан кейін енді 40 мың черный инжекция болған соң миллион жібере салдым. Енді ачивка неге алмайсың дейді маған балалар. Сол ачивка алайын. Держит оборон против 250 атак. Менде өзі неше атака төзіп болды менікі. Қай жерде болар? Міне 256 өзі керемет. Жалпы кристалымызды алдық. Енді ускорить етейік сонда. Мынаны ускорить етеміз. Одан кейін мынаны ускорить етеміз. Сосын мынаны ускорить етеміз. Болды. Кристалдар ускорить етілінді. Ал, мен видеомның соңына келейін, достар. Видеоны лайк басамыз, лайктарыңызды аямаңыздар. Лайк тегін ғой, құдайға шүкір. Сіздің репреш жасаңыздар, достарыңызға айтыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін болған мен Clasher.kz арнасы және Қазақ армия кланы. Ал амандықта жүздескенше, достар. Сау, саламат болыңыздар.